Сүйісу жастарға қарағанда қартая бастағанда әлде қайда пайдалы. 50-ден асқан қарттықтың етегіне іліне бастағандар үшін махаббат сүйісу деген қажет пе? Қызық сұрақ. Әрине, махаббат сезім дегендер керек пе жоқ па деген қағидаларға сыймайтыны белгілі. Бірақ пайдасына келетін болсақ, сүйісу тек жастық шаққа қарағанда қартайғанда пайдасы орасан зор екенін алға тартады мамандар. Сол үшін де зерттеулер жүргізіп көрген. Қартайғандағы жыныстық қатынас ең бірінші мидың жұмысын жақсартып, ұмытшақтықты жеңетін немістің Росток университетінің зерттеушілері анықтапты. Жыныстық қатынастың ерте қол үзгендер мен шашының ақ қырау шалғанына қарамастан бойында сезім мен құмарлық махаббаты тасып тұрғандардың арасында ақыл-еске байланысты айырмашылық жер мен көктей болып шығыпты. Әлбетте, жыныстық қатынаста қол үзбегендердің есте сақтау қабілеті мықты болып шыққан. Ал ақш елінің оқымыстылары жыныстық қатынаста теріс көзқарасы бар жасы келген адамдар ұмытшаққа басқаларға қарағанда ерте ұшырайтыны және ақыл-есін де ертерек жоғалтуы мүмкін екендігін айтады. Жиі тоят алып тұратын жасы келген жұптар өміріне өкпесіз бақытты ғұмыр кешетіні де дәлелденген. Ал жалпы сүйісудің қай жаста да пайдасы көп екендігін және оның өмірді ұзартатынын мамандар жиі айтады. Қайткен күнде де өмірдегі қалаулы, сүйікті, тағдыр ұштастырған адаммен тән қалауының рұқсат етілген барлық ләззатын сезіну денсаулыққа пайдасынан бөлек жан дүниені тыныштыққа бөлегеннің өзіне тұрады. Ендеше 60-қа келіп, аттан түспей 70-ке де сезімге ерік беріп, 80-де де сүйікті болғанға не жетсін.